Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге Эко портал арқылы бірінші сыныпқа қалай өтініш тастаймыз сол туралы көрсетпекшімін. Эко порталына кіріп алғаннан кейін через ЭЦП ата-анасының немесе заңды тұлғасының ЭЦП-сімен кіресіздер. Осы жерде бірінші қазақша не орысша өзіңіздің таңдауыңыз бойынша таңдайсыз. Қазақша аударып алсаңыз да өзіңіз білесіз. Қазақша білім дегенге кіресіз. Осы жерде мектеп орта білімге жатады. Бірінші сыныпқа қабылдау үшін құжаттарды қабылдау. Онлайн сұрау батырмасын басамыз. Бірінші сыныпқа негізінде 3-4 суреті баланың және 52-ші формадағы справкасы медициналық. Оны поликлиникадан аласыздар. Және 63-ші формадағы справкасы прививкаларын алдын ала дайындап қоясыздар. Өтініш түрін таңдаңыз дейді. Құжаттарды қабылдау, білім беру ұйымына қабылдау дейін бірінші сыныпқа дегенді таңдайсыздар. Егер балаңыз арнайы мектепке бармайтын болса, байланыс телефон номері және қосымша телефон номерін енгізсеңіз болады. Email почтаңызды енгізесіз. Өтініш кімнен жіберіледі? Ата-анасы или заңды тұлғасы болсаңыз, заңды тұлғасын таңдайсыз. Баланы таңдау. Ата-анасының ЭЦП-мен кіргеннен кейін бірінші сыныпқа баратын баланың жасына қарай таңдалады. Жасы келмесе, оны таңдалмайды. Шағын участке бойынша білім беру ұйымын таңдағыңыз келе ме дегенге жоқ деп кетесіз. Оқыту күн түрі күндізгі, оқу жылы 25-26, сынып бірінші аймақ. Тұратын аймағыңыздың облысын таңдайсыз. Ауданын таңдайсыз. Қандай ауданға жатады? Елді мекен деген жерге қандай ауыл, соны таңдайсыз. Оның ішінде қандай ауылға жатады, соны таңдайсыз. Мектептің тұратын ауылын, ауданын таңдайсыз ғой. Және қалаулы жалпы білім беру ұйымы мектептің өзін таңдайсыз. Қалаған оқыту тілі дейді, қазақша. Енді осы жерге 3-4 бөлімде цифрлық фотосурет дейді. Жерге 3-4-ті алдын ала дайындап, осы жерге жүктейсіз. Екінші, 52-ші формадағы бала денсаулық паспортын алдын ала суретке түсіріп, PDF форматқа айналдырып, файлды таңдайсыз. Бала профилактикалық екпелер алды ма дейді. Алса, осыған белгі қойып кетесіз. Және соңындағы 2 галочканы басасыз. Содан кейін барып, алар жүктелгеннен кейін барып, сұрауды жіберу және қол қою деген жанатын болады. Әрі қарай қол қойып, өтінішіңізді жібересіз. Жауап өзі бір күннің ішінде мектепке қабылданды деген жауап бір күннің ішінде келу керек.
видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет.